Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен нағыз ұйғыр лағманы, гуйру лағманға арнап ет пен көкөністерден тұратын тұздық дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ендеше бізге ең әуелі ет қажет болады. Етті алдын ала осылай ұсақтап турап алдым. Және тұз септім, крахмал қостым. Және соя тұздығын қосып жақсылап бір араластырып жібереміз. Әрі қарай мен секілді бір жұмыртқа қоссаңыз болады, бірақ жұмыртқа қосу міндетті емес. Мен бір жұмыртқа қостым, барлығын жақсылап араластырдым. Енді шамамен 30-40 минутқа маринаттап қойып қоятын боламын. Осы уақыт аралығында біз көкөністерді турап дайындай беретін боламыз. Көкөністерден бізге қажет заттар 2 қызанақ, 2 орташа пияз және дәл осындай сельдерей қажет, және цветофор тәтті бұрыштары қажет. Егер сізде кішірек болса 2 дана болғаны дұрыс. Және осындай пекинская капуста қажет. Бұл пекинская капустаның бізге осы қатты жері қажет болады. Және 3-4 дана сарымсақ қажет болады. Міне осы көкөністерді қазір турап бастайтын боламыз. Ең әуелі пиязды жіңішкелеп ұсақтап турап дайындап аламыз. Әрі қарай тәтті бұрышты да тым қатты ұсақ қылмай 4 бұрыштылап турап шығатын боламыз. Мінекей дәл видеодағыдай тәтті бұрыштарды турап дайындап қоямыз. Әрі қарай сельдерейді де турайтын боламыз. Видеодағыдай тым қатты ұсақ қылмай дәл осылай турасаңыз болады. Мінекей сельдерейді де турап дайындап қойдық. Енді бізге пекинская капустаны дайындау керек. Жан жағындағы жұмсақ жапырақтарын алып тастаймыз. Бізге осы ортасындағы қатты жері қажет. Бұл жан жағындағы жапырақтармен салат жасаған өте күшті болады. Әсіресе цезарь салатын жасасаңыз өте дәмді болып шығады. Мінекей осылай қатты жерін бөліп алдық. Видеодағыдай егер үлкендеу болса дәл ортасынан бөліп дәл осылай пышақтың қырымен турайтын боламыз. Мінекей жонып отырып жаңағы пекинская капустаның қатты жерін турайтын боламыз. Мінекей видеодағыдай дәл осылай жонып отырып турасаңыз болады. Сонда әдемі болып шығады. Әрі қарай қызанақтарды да 4 бұрыштылап турап дайындап қойдым. Қаласаңыз соломка етіп турасаңыз да болады. Және сарымсақтарды видеодағыдай ұсақтап турап дайындап қойдым. Осы аралықта менің етім маринатталып үлгерді. Енді қызып тұрған майға пиязды жақсылап қуырамын. Пияз қызара бастаған кезде жаңағы маринатталып болған етті салып, араластырып бірнеше қайтара қуырамын. Және бетін жауып қазанның шамамен 5 минутта қуырып пісіріп аламын. Еттің суы тартыла бастаған кезде азғантай су құйып, оттың астын баяулатып, жақсылап бір араластырып, қазанның қақпағын жауып, еттің толықтай піскенін күтемін. Шамамен менде ет 1-1,5 сағатта піседі. Және ет пісуге шақ қалған кезде алдын ала турап дайындап қойған пекинская капустаны қосамын, сельдерейді қосамын, барлығын жақсылап араластыра отырып қосамын, және цветофор тәтті бұрыштарын қосатын боламын. Мінекей барлығын жақсылап араластырып, шамамен 3-4 минутқа қазанның қақпағын жауып бұқтырып пісіріп аламын. Әрі қарай жаңағы турап дайындап қойған қызанақтар мен сарымсақтарды салып, тағы да бір араластырып қуырып аламын. Әрі қарай кепкен имбир қостым, тұз, бұрыш, қызыл паприка қостым. Тұз қосқанда абай болыңыз. Соя тұздығын өзі тұзды болғандықтан еттің дәмі одан сайын ащы болып кетпесін. Және біраз қасық томат пастасын қосып, барлығын араластырып, қазанның қақпағын жауып 1-2 минут бұқтырып пісіріп алдым. Қажетінше аздап су құйдым және жақсылап бір араластырып жібердім. Әрі қарай тағы да соя тұздығын қосатын боламыз. Соя тұздығының негізі өзінің тұзы бар болғандықтан тұз қосқанда абай болыңыз, тым қатты ащы болып кетпесін. 1 шай қасық крахмал мен 2 ас қасық соя тұздығын араластырып, тағы да еттің үстінен қосып, оттың астын сөндіріп, сөніп тұрған оттың қызуына шамамен 5-10 минут тұздығымызды бұқтырып қойып қоямыз. Әрі қарай дәмін тата берсеңіздер болады. Осымен біздің нағыз ұйғыр лағманы дайын. Осы YouTube арнама лағманның қамырының да жасалу жолын жүктеген болатынмын. Дәл осы видео рецепттер бойынша дайындап көріңіздер. Егер видео ұнаса лайк басып, қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сіздерге дәл осы рецепт бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. 1 рет жасап көрсеңіз, 2-ші рет міндетті түрде қайта жасайтын боласыз.